Марио қонжық және оның супер күші. Аюдың Марио атты кішкентай қонжығы бар екен. Қонжық Марио тәтті тоқаш пен компотты өте қатты жақсы көріпті. Қонжыққа анасы мен әкесі сорпа және пайдалы көкөністерді береді. Марио қонжық оларды жегісі келмей: Мен сорпа ішпеймін, ал көкөністерді мүлден атпаймын. Маған тәтті тоқаш пен компот беріңдер, дейді әке шешесіне. Бір күні қоңыр Марио қонжық қоянның көжегі Аянға қонаққа барады. Қасқырдың бөлтірігі Әмір, кірпі Әли және түлкішек Мила да сол жерге жиналған екен. Аянның анасы барлығын дастархан басына шақырып, дәмді сорпа мен асқабақ, сәбіз, картоп, брокколи, қырыққабат сияқты пайдалы көкөністерді ортаға қояды. Барлық досы бірден тамақ жей бастайды. Марио ғана ештеңе жегісі келмейді. Сонда Марио: Сіздерде тәтті тоқаштар бар ма? Сорпа мен көкөністерді ұнатпаймын, себебі олар дәмсіз, дейді. Достары оның бұл сөзіне таң қалып қарап қалады. Дәмсіз дегенің қалай? Дейді Әмір бөлтірік. Меніңше, бұлар дәмді және өте пайдалы тағамдар. Осылардың арқасында мен тез жүгіріп биікке секіре алатын болдым, Дейді Әмір бөлтірік. Дәл солай. Деп, Мила түлкішек те Әмір бөлтіріктің сөзін қолдай кетті. Пайдалы көкөністерді жегеннің арқасында күні бойы ойнаймын, күш қуат алам, шаршамайым. Кірпі Әли: Мен сорпа ішкен соң арқама кез келген жүкті оп-оңай көтере беретін болдым. Сорпа маған керемет күш береді, деді мақтанып. Марио қонжық достарының мына сөздеріне таң қалды. Содан кейін қонжық достармен бірге дәмді сорпаны ішіп, пайдалы көкөністерді жей бастады. Үйіне келген соң қонжық әкесі мен анасына қарап: Әкешім, анашым, енді мен жылдам, күшті әрі мықты болу үшін сорпа ішіп, көкөністер жейтін боламын, деді.